Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқушылар, математика сабағымызды бастаймыз. Бүгін бізде 78-ші сабақ әртүрлі есептер шығару. Оқулығымыздың 32-ші бетін ашамыз. 3-2 деп жазылады. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмада әр есепке сәйкес сұлбаны таңдап, олардың біреуін шығару қажет. Бірінші А нұсқасын оқимын. Бірге назар аударайық. Астында сызбалары берілген, қайсыған сәйкес келеді екен. Бірінші қатарда 7 көрпе бар. Ал екіншісінде одан 3 көрпе артық. Екінші қатарда неше көрпе бар? Балалар, есімізге түсірейік. Егер одан артық дейтін болса, біз не істеуші едік? Дұрыс айтасыңдар. Қосуымыз қажет болады, е? 7 қосу 3 тең болады 10. Екінші қатарда 10 көрпе бар. Қысқаша жазылуына назар аударайық. Өте жақсы. Келесі Ә нұсқасын тыңдайық. Бірінші үстелде 6 кесе, ал екіншісінде 8 кесе тұр. Екінші үстелдегі кесенің нешеуі артық? Суретке қарайық, балалар. Суретте де көрсетілген, е, балалар. Жер үстелде кеселер тұр. Және астында сызбаны таңдайық. Қай сызбаға сәйкес келеді? Олай болса, тексеріп көрейік. Бірінші үстелде 6 кесе, ал екіншісінде 8 кесе тұр. Екеуі де белгілі. Бізден сұрап тұр, екінші үстелде неше кесе артық? Е, балалар, бірінші үстелден қарағанда неше кесе артық? Шешуіне назар аударайық. 8 азайтылған 6 тең болады 2. Жауабын жазамыз. Екінші үстелде 2 кесе артық. Енді Б нұсқасын шығарып көрейік. Әжем көрпеге 40 сары ою, одан 20-сы кем қызыл ою тікті. Ол неше қызыл ою тікті? Біріншісі бізде сары ою 40, қызыл ою белгісіз, сұрақ, 20-сы кем, е, балалар, сарыдан қарағанда. Шешуін шығарамыз. Кем десе азайтатынбыз. 40 азайтылған 20 тең болады 20. Жауабын толықтай жазамыз. Жауабы 20 қызыл ою тікті. Балалар, сендерге тапсырма. Осы 3 нұсқаның біреуін таңдап, қосымша дәптерімізге қысқаша жазып, шешуін және жауабын шығара ғой. Келесі екінші тапсырмаға назар аударамыз. Бұл жерде де есеп берілген. Қосымша дәптерімізге қысқаша жазып, шешуін шығарамыз. Жайлауда 5 үлкен және 3 кішкентай киіз үй тігілді. Барлығы неше киіз үй тігілді? Келесі, жайлауда 5 үлкен және одан 2-і кем кішкентай киіз үй тігілді. Неше кішкентай киіз үй тігілді? Енді сызбаға назар аударып, қай есепке сәйкес келетінін табайық. Енді осы есепке кері есеп құрастырып шығарып көр. Үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Балалар, біз бұған дейін сызық түрлерімен танысқанбыз. Түзу сызық, сәуле, қисық сызық, кесінді деп айтқанбыз, е? Барлық сызықтар түрлерін атап шық деп тұр.
және кесіндінің ұзындығын өлше. Математикадан қосымша дәптерімізге осы кесіндіні өлшеп, дәптерімізге сызып, қанша сантиметр екен ұзындығын жазып қоямыз. Төртінші тапсырмаға назар аударайық. Берілген ыдыстарда сүт құйылған және қанша литр сүт құю қажет дейді. Яғни 40 литрлік ыдыста 30 литр сүт құйылған. Енді қанша литр құю керек толтыру үшін? Ойланып көрейік. Дұрыс айтасыңдар. 40 азайту 30 тең болады 10. Енді 10 литр сүт құю қажет. Келесілерін өзің есептеп көр. Дәптермен жұмыс. Дәптеріміздің 17-ші бетін ашамыз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бізде суретте 8 кесе берілген. Екінші сөреге, бірінші сөреге қарағанда 3 кесенің суретін кем сал дейді. Яғни 3 кесеге азырақ саламыз. Неше кесенің суретін салу қажет? Дұрыс, 5 кесенің. Енді сурет бойынша есеп құрастыр. Сұлбаны толтырып, астыңғы бөліктегі торкөздерге шешуін және жауабын толық жазамыз. Екінші тапсырмаға назар аудара ғой. Осыған дейін біз қосу және азайту амалдарының компоненттерімен танысқанбыз. Бүгін бізде азайту амалдарының компоненттерін беріпті. Азайғыш, азайтқыш айырманың мәні. Қай бөлігі қалып қойды, соны толықтырып жазу қажет. Мысал үшін, азайғыш 10, айырманың мәні 4. Азайтқыш неше балалар? 10-нан нешені азайтсақ 4 қалады. Ол үшін азайғыштан айырманың мәнін азайтып көрейік. 10 алу 4 тең болады 6. Дұрыс айтасыңдар. Азайтқыш 6 екен. Сонымен балалар, математика сабағымыз аяқталды. Сенің қолыңнан келетініне сенемін. Келесі сабақта кездескенше.